Волейболдан аймақтық жерлік спартакиадаға қатысушы ойыншылар алғашқы күнде тамаша ойын көрсетті. Мандатты комиссияның кестесіне сәйкес, алғашқы күні әр команда 2 қарсыласпен шықты. Ойындар нәтижесі бойынша Алматы, Павлодар, Өскемен қалаларының командалары 2 мәрте жеңіске жетіп, мықтылықтарын танытты. Өскемен қаласының ұйымдастыру өте жоғары деңгейде. Бізді келгеннен бастап, жаңада теміржол вокзалынан қарсы алып, мына мектепке келіп, өзімізді жатақханаға жаңағыдай жоғарғы деңгейде, ойындар жоғарғы деңгейде, барлық командалар жақсы дайындалып келген жоғарғы деңгейде. Енді 2 күннің қорытындысын айтатын болсақ, біз кеше Семей және Қарағанды, Талдықорған және Өскемен командасымен кездестік. Барлығын ұтыспен ұтып келе жатырмыз. Ұлдар командасы да, жаңа қыздар командасы да. Барлықтарына сәттілік тілеймін. Жалпы ойын барысын қадағалап отырған төрешілер аса үлкен ереже бұзушылықтар орын алмағандығын айтады. Жанкүйерлер тарапынан толассыз көрсетіліп жатқан қолдау да ойыншыларға үлкен демеу болып отырғандығы сөзсіз. Айта кететін жайт, ойын барысы Өскемен қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің YouTube каналында тікелей эфир арқылы көрсетілді.